Флорида, ақштың оңтүстік-шығысында орналасқан штат. Өзінің әдемі жағажайларымен, жылы климатымен және бай экожүйелерімен танымал. Алайда бұл штат тұрғындарының көпшілігі өздерінің өмір сүру кеңістігін өте үлкен және қауіпті рептилиямен, яғни американдық аллигатормен бөліседі. Флорида штатының халық санының қарқынды өсуіне байланысты адамдар мен аллигаторлар кездесіп қалу ықтималдылығы күннен күнге арта береді. Соның әсерінен бауырымен жорғалаушылар шабуылы кей-кейде болып тұрады. Соның бірі бүгінгі видеомызда сөз болады. Барлықтарыңызға сәлем. Видео басталмастан бұрын лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Глория Сердждің сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. ақпан 2023 жыл. Бұл кадрлардан біз әйел күшіктің қарғыбауынан ұстап, кішкентай су қоймасының жағасында асықпай серуен құрып жүргенін көре аламыз. Бір сәтте судан әлде бір толқын пайда болып, жағаға қарай қозғала бастайды. Күшігі бір нәрсені сезгендей болып, сол толқынға мұқият қарап тұр. Әйел болса оған мән бермей, серуенін жалғастыра берген сәтте 3 метрлік аллигатор судан секіріп, күшікке шабуыл жасайды. Достар, кейбір ережелерге сәйкес шабуылдың толық видеосы толық жариялануға тыйым салынған, сондықтан мен оны ешбір жерге сала алмаймын. Оқиғаның бастан аяқ куәгері Глорияның көршісі болды. Қарт әйел қанға толған сценадан өмірі үшін күресіп жатқан көршісінің әрекетін көріп, дереу полицияға хабарласады. How big is it? It's a huge gator. It's huge. I don't have anything to get to her. She was walking her little dog, and the gator grabbed the dog and took her. Fell down. Is she alive? Yes, she's alive. She's pulled her in. She's pulled her in the lake. It's too late. It's too late. Oh my God! Did you pull her under? Yes. Oh no! She's gone. Okay. She's gone. Қоңырауда шошып қалған көршісі үлкен рептилия әйелді тістеп суға алып кеткенін айтады. Біраздан соң оқиға орнына қызметшілер келеді. Алайда бәрі кеш еді. Олар келемін дегенше аллигатор құрбанының жанын алып үлгеріпті. Арадан тағы уақыт өтіп, мәйіттің бөлшектенген денесі судан шығарылады. Әйел көз жұмғанымен күшіктің жолы болыпты. Ол тірі, бірақ та өте қатты қорқып қалған. Оқиғаның толық видеосында Глория күшігін құтқарып қалу үшін қатты тырысқанын көре аламыз. Алайда бір сәтте рептилияның жоспары өзгеріп, әйелді тістейді де аяусыз суға сүйреп алып кетеді. Қызметшілер осыдан соң жыртқыштың әрекеттерін ұзақ бақылады. Жабайы табиғатты зерттеуші эксперт адам жегіш қолтырауынды судан шығарып, ұйықтатып тастауды бұйырады. Арадан тағы да уақыт өтіп, сол елді мекендегі су қоймаларынан тағы да 4 аллигаторды сыртқа шығарады. Сол Флоридада 2023 жылдың 22 қыркүйегінде осыған ұқсас тағы бір сұмдық жағдай болған еді. Куәгер жігіт серуендеп жүріп, кішігірім су қоймаларының бірінен аллигатордың басын көреді. Солай жақындап көргісі келген ол жыртқыштың аузынан адамның денесіне ұқсас нәрсені байқап қалады. Жігіттің сөзінше, сол сәтте ол өз көзіне өзі сене алмаған екен. Ақырында оқиға орнына полицияны шақырады. Дереу келген полиция қызметкерлері алып құбыжықты атып, судан шығарады. Оған қоса судан адамның денесінің қалдықтары табылды. Экспертиза құрбанның 41 жасар Сабрина Бекхэм болғанын анықтайды. Марқұмның қызы анасының үйсіз болғанын және аллигатор шабуыл жасаған жерге жақын орманда тұрғанын айтты. Жазбаларда анасының 2014 жылдан бастап полициялармен жиі қақтығысатынын және заң бұзушылықтары көп болғаны анықталады. Оған қарсы тіпті есірткілерді сақтау, сату секілді істе қозғалған екен. Қызының бұл сөздерге жауабы мынандай болды. Кез келген адам анасынан айырылғаннан соң артынан осындай сөздерді естігісі келеді деп ойламаймын.
Оның өлімі өте қайғылы болды. Адамдар анамды заң бұзушылықтары емес, тек жақсылықтары арқылы еске алатын. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Комментке видео туралы пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.